Сәлем достар, сіздермен бірге Мадина. Біз бүгін осындай пирожкилер дайындаймыз. Ол үшін бізге керек жұмыртқа, ашытқы, май, тұз, су, сүт және ұн керек. Алдымен ыдысымызға жылы суымызбен жылы сүтімізді құямыз. Оның үстіне ашытқымызды салып, осылай араластырып, бетін жауып 10 минутқа қойып қоямыз. Бізде ашытқымыз көтерілді. Май, тұз және жұмыртқамызды салып, жақсылап араластырамыз. Ұнымызды електен міндетті түрде өткізіп салыңыздар. Себебі електен өткізген кезде арасына ауа кіріп, біздің қамырымыз жақсы көтерілетін болады. Енді осылай илейміз. Неке біздің қамырымыз дайын, жұмсақ осындай қамыр болды бізде. Бетін жауып, жылы жерге қойып қоямыз. Енді салмасын дайындаймыз. Салмасына мен картошка дайындадым. Картопты осылай езіп, пюре қылып аламыз да, оның үстіне пиязымызды майға қуырып, осылай саламыз. Дәміне қарай жарты қасық тұз, жарты қасық бұрыш саламыз, қара бұрыш. Жақсылап араластырамыз. Егер сізде картобыңыз өте құрғақ болса, 5-6 қасық сүт құйсаңыз болады. Неке салмамыз дайын. Бізде жарты сағат уақыт өтті, қамырымыз жақсы көтерілді. Енді осылай алып, көз мөлшерімен бөлшектерге бөлеміз. Неке осындай алақанның ортасына қойып, шариктер жасаймыз. Менде 20 шарик шықты. Бетін жабуды ұмытпаңыздар. Енді шетінен алып осылай жая бастаймыз. Ортасына салмамызды салып, жақсылап бүгеміз. Листіміздің үстіне пергамент қағазын төсеп, енді орналастырамыз. Егер сізде пергамент қағазы болмаса, листтің үстін майлауды ұмытпаңыз. Менде бұл ең соңғысы, қатты жаюдың керегі жоқ, осылай жайып қана бүгеміз. Осылай қойып, бетін жабуды ұмытпаңыз. Бір жұмыртқа алып, оның үстіне 1 қасық сүт құйып, жақсылап араластырамыз. Неке енді бетіне осылай жағып шығамыз. Тұндырып 20 минутқа қойып қоямыз да, пешімізді қыздырып, 170 градус, 180 градусқа қыздырып, 20-25 минут пісіріп аламыз. Міне біздің пирожкилеріміз, яғни бәліштеріміз дайын. Қараңыздаршы, қып-қызыл, өте дәмді, жұмсақ болып шықты. Мінекей асты да, үсті де бір келкі болып пісті. Сіздер де үй жағдайында балаларыңызға, жақындарыңызға осындай өте дәмді бәліштер, пирожкилер пісіріп беріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыздар.
Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға көп рахмет.